14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қазақ халқының 20 ғасыр басындағы ұлт-азаттық қозғалыс жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымының негізін салушы ғалым, ұлттық жазу реформаторы, ағартушы, мың атақ иегері Ахмет Байтұрсынұлы. Орыстана татарлана бара жатқан қазақ мырзалары шен іздеп жүргенде қорлыққа, құлдыққа көніп ұйқы басқан қалың ұлтты өз шығармаларымен оятқан патша заманының айғыры Ахмет Байтұрсынұлы жайлы айтатын боламыз. Ахмет Байтұрсынов 1891 жылы 4 класстық Торғай орыс қазақ училищесін жақсы аяқтап, Орынбордағы мұғалімдер жайлайтын 4 жылдық училищеге түскен. Және оны 1895 жылы ойдағыдай аяқтап, Әулиекөлде бірер жыл ұстаздық жолында болды, тәжірибе жинады. Ақтөбе, Әулиекөл мектептерінде ұстаздық қызмет еткен жылдары жеткіншектерге білім беруде жаңа әдістемелік жүйелер қолданудың жаңа жолдарын тапқан. Ахмет Байтұрсынов Әулиекөлде қызмет етіп жүргенде сауатсыз елдің отаршылдарға қарсы қайранын дамымайтынын білген. Сондықтан әдебиет пен жұрттың намысын қайрап, сауаттарын ашу қажеттігін мұрат еткен болады. Ахметтің әкесі Байтұрсын ел арасында беделді, жүріс-тұрыстары сөздер дер еді. 1885 жылы сайлауға наразылық берген үшін әкесін тұтқындамақ болды. Сол кезде Байтұрсын жыбыртысымен уезд бастығын салып жіберді. Осы ісі үшін ақтасын Байтұрсынның Сабалақтың қолдарына кісен салынады және барлық мал мүлкін түгел тәркілейді. Ал үшеуін 15 жылға Сібірге айдалады. Ол кезде Ахмет 13-те болады. Осы бір қорлықтың бәрін көзбен көрген Ахмет оқ тиіп 13-інде ой түсіріп, бітпеген жүрегіне барып жарам деді. Ахаңның әйелі Бәдірсапа Мұхаммедқызы, Бәдірсападан 2 ұл, 1 қыз туады. Бірақ Ахаңның өз кіндігінен тараған ұрпағы жоқ. Бұл балалар әнесі мен ағасынан еді. 1929 жылы Бөкейханов, Дулатов, Байтұрсынов тұтқындалып, түрмеге жабылды. Ахмет Байтұрсынов Путырка түрмесінде 3 жыл отырып, содан соң Архангельге ұзақ жылға каторгаға айдалды. Байтұрсынов тұтқындалғанда оның туыстарына оқуында басталған еді. Ахаңның інісі Мәшин қажына НКВД тұтқындап, одан соң тіпті хабарсыз жоғалып кеткен. Содан көп ұзамай Ахаңның ағасы Көкшінің Алмат пен Қазихан деген 2 баласын аудан милициясы ауыл белсенділері Ақкөлдің жағасында қуып жүріп сабап қорлап өлтірген. Кеңес идеологиясы алаш қайраткерлерінің оның ішінде Ахмет Байтұрсынов тәрізді ұлы қайраткерді тұқыммен құртып жіберуді ойластырған еді. Қуғын-сүргін құрбанына айналған ұлт көшбасшысы Ахмет Байтұрсынұлының саяси қызмет жолына түсуі 1905 жылдан басталды. 1905 жылы 14500 адам қол қойған қарқаралы петициясы авторларының бірі болды. Осыған байланысты 1909 жылы губернатор Тройскийдің бұйрығымен Семей түрмесіне тұтқындалды. 1910 жылдан 1917 жылдың соңына дейін Орынборға жер аударылды. 1929 жылы қырғыз алаш қозғалысы қайраткерлерімен бірге Алматыда тұтқындалды. 1931 жылы концлагерге ауыстырылса, 1932 жылы 3 жылға Архангельскіге жер аударылсын деген жарлық шығарылды. 1933 жылы денсаулығы нашарлап кетуіне байланысты қалған мерзімді Батыс Сібірде айдауда жүрген отбасымен бірге өткізуге рұқсат етілді. 1934 жылы Пешкованың көмегімен Байтұрсынұлы отбасы мерзімінен бұрын босатылып, Алматыға оралды. Бұл жерде тұрақты жұмыс қабылданбай, түрлі мекемелерде қысқа мерзімді қызметтер атқарды. 1937 жылы 8 тамызда тағы да қамауға алынып, 2 айдан соң, яғни 8 желтоқсанда ату жазасына кесілді.